Бай тарих пен сан алуан мәдени мұра. Бұл халықты бір шаңырақ астына жинап, дамудың даңғыл жолын салып берген Қазақстандағы зайырлылық жайлы тарих. Еркіндік рухы мен әділдіктен бастау алған көп ғасырлы тарих Қазақстандағы зайырлылық қағидатын қалыптастырды. Мемлекет ретінде азаматтардың діни сенім бостандығын қамтамасыз етіп, діни көзқарастарына қарамастан олардың құқықтарын қорғайды. Дүние өзгеріс үстінде, бірақ өркендеу мен инновацияға ұмтылған Қазақстан өз дамуын тоқтатқан емес. Реформалар мен көп ұлтты халықтың арқасында Қазақстан Орталық Азиядағы жетекші елдердің біріне айналды. Қазақстандағы зайырлылық бұл тек экономикалық прогресс қана емес, сондай-ақ үндестік пен толеранттылыққа, келісімге ұмтылу, ұлттық мейрамдар, мәдени шаралар және көп ұлтты отбасылар Қазақстан халқының береке бірлігінің айғағы болып табылады. Қазақстанның гүлдену жолы жалғасуда. Алдыңғы қатарлы оқу орындары, ғылыми орталықтар мен инновациялық зерттеулер мемлекеттің түрлі салаларда өркендеуге жету қарқынын көрсетеді. Ғылыми прогресс пен халықаралық ынтымақтастықты көздеген Қазақстан өзге елдермен белсенді серіктестікті орнатқан. Қазақстандағы зайырлылық бұл жетістік пен дамудың мысалы. Ол дәстүр мен инновация өзара үйлесім тапқан мемлекет. Қазақстан зайырлылық отаны. Мұнда әр адам қалаған дінін ұстанып, болашаққа татулық пен түсіністік арқылы қадам басады. Қазақстандағы зайырлылық халықтың дамуы мен өркендеуінің үлгісі. Ұлтаралық келісім ел тұтастығының кепілі. Біз көп ұлтты мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біздің ортақ мәдениетіміз бен экономикамыздың әлеуетін арттыруға әрқайсымыздың қосар үлесіміз зор. Алайда жетістікке жету үшін бір-бірімізді құрметтеп, еліміздің игілігі үшін бірге аянбай жұмыс істеуіміз керек. Біз бір-бірімізден үйренуге, салт дәстүрімізді сақтауға және дамытуға, ортақ мақсаттарды іздеуге және оған бірге жетуге дайын болуымыз керек. Біз көп ұлтты мемлекетіміздің тұтастығын сақтау жолында арандатушылар мен түрлі қақтығыстарға итермелейтін әрекеттерге жол бермей, бірлігімізді сақтауымыз керек. Бір-бірімізді сыйлап, қолдау арқылы еліміздегі ұлтаралық келісімді нығайта берейік. Сонда ғана табысқа жетіп, халқымыздың өмірін жақсартып, балаларымыздың жарқын болашағын сырттан келген қауіп қатерден қорғай аламыз. Біз біргеміз, берік іргеміз.